Жалғастырамыз көрермен. Ұлы жібек жолы бойындағы саудасы мен қолөнер кәсібі қатар дамыған атақты қалалардың бірі Сығанақ қалашығы. Қазақ халқының тарихында Сығанақ қалашығы ерекше орын алады, себебі бұл Қыпшақ хандығының астанасы. Одан соң Ақ Орданың астанасы көшпелі өзбектер ханы Әбілқайырдың басқару ордаларының бірі атанған қала. Ал Қазақ хандығы құрылғанда Түркістан қаласымен қатар осы Сығанақ қаласы қазақ жерін басқару орталықтарының біріне айналған. Осынау киелі шаһардың күні бүгінге дейін ашылмаған сыры мен қыры баршылық. Киелі мекенді көзбен көруге қызығушылық танытатындар да көбейіп келеді. Мәселен, қалалық мешіттер жамағаты мен Қорқыт Ата атындағы университеттің студенттері шежіре шаһарға сапар шегіп қайтқан еді. Толығырақ әріптесім Аяжан Қайратқызы тарқатады. Сыр еліндегі тарихи мәні терең көне қалалардың бірі Сығанақ. Сығанақ 10 ғасырда қазақ халқының қолөнер және сауда орталығына айналған. Алтын Орда мен Ақ Орданың қарамағында болған. 15 ғасырда қазақ хандығының негізгі саяси экономикалық қалаларының біріне айналған екен. Дегенмен жоңғар шапқыншылығының дүркін шапқыншылығынан бұл қала өз тыныс тіршілігін тоқтатты. Археологиялық зерттеулерге сүйенсек, түркі өркениетінің тұтас тарихынан сыр шертетін құнды ескерткіштер де дәл осы қалада көптеп кездеседі. Мешіттердің имамдарымен және университеттің студент археолог мамандары осы Сығанақ қаласын қазіргі таңда жүргізіп жатқан қазба жұмыстарымен танысу үстіндеміз. Бұл енді жалпы 2003 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан археологиялық қазба жұмыстары осы Сығанақ қаласындағы облыс тарапынан және мәдениет министрлігі тарапынан осы Сығанақ қаласында қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда мына шығыс қақпасы және осы қаланың ішіндегі тұрғын үйлер көптеп ашылып жатыр. Оны және болашақта музейлендіру жұмысы қолға алынып жатыр. Сырдың бойынан орын тепкен бұл шаһар 2000 жылда елорда болған. Дешті Қыпшақ халқы үшін Сығанақтан айырылу, бостан ғұмырды бос жіберіп, бодан өмірге бой үйретумен бірдей саналған. Сондықтан да шаһар талай шапқыншылыққа ұшыраған, бірақ оты сөнбеген. Әр шайқастан кейін әлденіп қайта дамыған. Сығанақта теңге де соғылған. Сол кезеңнен бастап көне шаһар Ақ Орданың астанасы атанған. Ал қазақ хандығы елдігін алып, еңсе тіктеген соң Сығанақ бастаған сыр бойындағы қалаларды өздеріне қаратқан. Атам заманнан астана болған Сығанақты Қасым хан киіз туырлықты Алаштың ең алғашқы елордасы етіп бекітеді. Тағылымды шара барысында аты мәшһүр әулие Хусамаддин әл-Сығанақидің басына барып, мешіт имамдары Құран оқыды. Бұл Сығанақтың зерттелу тарихына келетін болсақ, Сығанақ қаласы бұл кешегі күннен бастап зерттелген жоқ. Бұл Сығанақ қаласын өздеріңіз білесіз, тарихтан патшалық Ресей қазақ даласын отарлағаннан кейін қазақ даласын бірінші танып білу мақсатында өздерінің саяхатшыларын, геологтарын, биологтарын жібереді бұл даланы зерттету үшін. Себебі беймәлім аймақ бұл аймақ. Енді бұл жерге келген кезде көп нәрселерді қазір үйреніп жатырмыз, және де осы жастарға үйретіп жатырмыз. Өткені мынадай бір керемет сөз бар, жалпы тарихын білмеген ұлттың болашаққа нық қадам басуы мүмкін емес дейді. Сондықтан да тарихымызды танытып, осы жерде болған жалпы осы Сығанақ қалашығында қандай қалашық болған бұрын соңғы, қандай тарихи мұралар болған, тарихи ескерткіштер қандай болған, осылардың барлығын осы арамызда қазір Қорқыт Ата университетінің тарихшы мамандарымен бірлесіп, қазір осы келген жастарға осы жағынан біз насихаттап жатырмыз. Әрбір азамат туған жерінің тарихын білуге, құндылықтарын қастерлеп, дамуына өз үлесін қосуы қажет. Тарихын білмеген ел жетесіз демекші, сапардың негізгі мақсаты азаматтардың бойына ұлттық құндылықты сіңіру, рухын бекітіп, тарихи танымын кеңейту болды. Экскурсиядан алған әсерім өте керемет. Бұл орта ғасырға ата-бабамыз өмір сүрген қалалар. Осы қаладан біз көптеген археологиялық заттардың ашылғанын көріп жатырмыз, және де әрі қарай
көп жерден сүйектер табылып жатыр. Мысалы, қаланың орындары табылып жатыр, цитадель, осылардың бәрін танысып жатырмыз. Мен осы Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университеттің бірінші курс студентімін, тарих мамандығында оқимын. Осы тарих қызығушылықпен осы орта ғасырлық Сығанақ қаласын зерттеуге келіп отырмын. Болашақта әрі қарай мен осы қаланы зерттеп, яғни қызығушылығым артып, мамандығым бойынша осы жерде жұмыс істеп оқығым келеді, жұмыс істегім келеді. Мен осы Сығанақ қаласына, яғни көне тарихи мекенге келіп, қызығушылығым оянды десе де болады. Себебі мен өзім тарих мамандығын оқып атқандықтан, бұндағы тарихи ескерткіштер, құмыра деген сияқты нәрселерді өте көп көрдім. Және де соған байланысты мен өте қызығушылығым артып, мәліметтер жинадым деп есептеймін. Өткенді білмей, болашақты болжау мүмкін емес дейді дана халқымыз. Бұл сапар өскелең ұрпақтың тарихи таным көкжиегін кеңейтіп, мәңгілік ел болуға жасалып жатқан нақты қадам.